Кәсіпкерлердің мәселелері енді электрондық нұсқада жарияланады. Бұл туралы Қарағанды кәсіпкерлерінің облыс әкімімен кездесуінде айтылды. Жаңа жүйе туындаған мәселелерді тіркеп, оларды шешу механизмін өңдеп отырмақ. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде кәсіпкерлердің нормативтік актілерді талқылауына мүмкіндік беретін форум құрылады. Аймақта шағын және орта бизнестің 60 мыңға жуық субъектісі тіркелген. Тұрғындардың 1/3 бөлігі шағын және орта бизнеспен айналысады. Былтыр осы саладағы салық түсімі 70 миллиард теңгені құраған. Здесь необходима поддержка, конечно же, палаты предпринимателей. Кәсібін жаңа бастаған азаматтарға кәсіпкерлер палатасының тиімді механизмімен жасалған әдістемелік көмегі қажет. Ірі кәсіп иелері шағын және орта бизнес еліміздің нарығында тұрақсыздық пайда болған жағдайда қосымша қолдау бола алатындығын түсінулері қажет. На первую очередь разрешительная система, это земельная. Бірінші мәселе ол рұқсаттама алу жүйесі. Атап айтсақ, бұл жер қатынастары, әсіресе құрылыс саласына рұқсат алу мерзімі айтарлықтай қиындық туғызып отыр. Мұның ішінде жүйелерге қосылу мәселесінің аяқ алысы да қиындап кетті.